Таптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Алдымызда альбомдар тұр, өткен күндерді еске алатын суреттер. Альбомды жиі парақтайсыз ба? Қараймын. Еске түсіріп, ойланған кезде ойланып отырасың. Есіңе түседі, жақсы суреттер бар ішінде. Соны естіп күлесің, есің аласың. Қазір сізге бір шағын сұрақ жауап жасасам, мына сәт бірінші классқа барған кезім ғой. Бірінші сынып кезіңіз. Бірінші сыныпқа барған кезде қорққан жоқсыз ба? Енді ата мен әженің жанынан шыққан бола. Әлде батыр болдыңыз ба? Атаман болдыңыз ба? Жоқ, көтеріп барды ғой менің. 4-ші классқа дейін көтеріп жүрген кезім ғой. Яғни дәл осы сәттен бастап 4-ші сыныпқа дейін сізді көтеріп жүрді. Ал мынау біздің қай кез? 2-ші, 3-ші класс бекі солай ғой. Сол кезде де суретке түсу болды ғой мен. Көп жағдайда осы суретке түсу, сурет жоқ. Біздің ауылда өте көп тұрды ғой, неше түрлі ұлттардың дейін. Көп ұлтты. Ең бірінші әкеміз бізді төменгі көшеде тұратын Қазақсы ауыл дейді. Шамалған өзі бөлінеді. Сонда әкем мен оны жоқпын. Үлкен аға ғана бар. Сонда осы жерден үй сапты ғой, жоғары жерден. Мен ана қазақ ауылдан орыстарға алып келдім. Көшенің бәрі орыс болды. Балам орысша білмей қалады деп, осы жер көшіріп алып қойдым ғой. Бәріміз орысша. Онда мен жоқпын, сол мамам сөйтіп айтады, папамды орысша үйренсін деп. Мына кезіміз қай кез? Бұл 7-ші класста. 7-ші сынып оқып жүрген кез. Кәдімгідей жігіт бола бастаған кезіңіз. Мына суретіміз? Бұл сурет әскерден кейін. Әскерден кейінгі? Мынау 74-ші жылы осы сурет. Жалпы есте сақтау қабілетіңіз жақсы екен. Біз көп жағдайда суретке түсіп алып, қай кезде түскеніміз есімізге түсіп алып. Үйленген жылым ғой, сол прическама қарап, жейдемді айтып отырмын. Үйленген жылдағы суретіңіз. Қаптаған өсек аяң, жалған жала жабу, қауесет сөздер, бәрінен шаршадық. Өмірде кімсіз? Айнаға қараңыз. Әңгімемізді ары қарай жалғастырайық. Осы махаббат деген дүние бар ғой. Өзіңіздің асыл жарыңызбен отбасы, отау құрған сәтіңіз, алғашқы кездескен сәтіңізді бір еске алайықшы. Мен онда әскерден келгеннен кейін ортаншы марқұм ағам сатып алды. Үштөбеде 1 май деген совхозда тұратын. Үштөбеде водитель болып жұмыс істедім, шофер болып. Бауырым екеуміз. Содан сол совхозда осы Гүлжанды кездестірдім. 1974 жылы 4 декабрь күні осы Шамалғанға алып келдім. Оның күнін бәрін жақсы білесіз. Білем ғой. Қанша қыз сүйдіңіз? Гүлжан екеумізде 2 қыз, 1 ұл. Ал енді бүгінде қара шаңырақтың отын өшірмей отырған, сол қара шаңырақты гүлдендіріп жайнатып отырған біздің Гүлжан апамыз ғой. Араларыңыздағы махаббат әңгімесі бүгінде достық, сыйластыққа ұласқан шығар. Ол енді мінекей скоро 50 жылға жақын қалады ғой. Уже қарасынан ақ түсінеміз ғой бір-бірімізді. Не айтайын деп отқанын білесің, мен не айтайын деп отқанын түсінеді. Қабақтан, жанардан. Жанардан, ол енді өзіңе бір ана ұқсап кетеді екен ғой. Еркелейсің оған. Ол енді несін айтайын. Ондай адамды мен тегі шын айтам, әлі кездестірген жоқпын. Бір сөз айтқан емес осы оққа дейін. Әлі күнге дейін бір ауыз сөз айтқан. Әлі күнге дейін айтқан жоқ. Ең басы аман болшы деп. Аман болшы дейді. 17 әйел, 33 әйел деген түрлі сандар кетіп жатыр ғой бұл адаға. Онда енді 33, 20, 45, 6 деген жоқ. Енді шыны керек қой. Біз мұсылманбыз ғой. Құран бойынша тұрамыз ғой. Мұсылмандар 4 әйел алу керек. Шамасы келсе. Шамасы келсе. Ол әйел алу мақтаныш емес қой, бірақ ойласаң. Кейбіреулер 2-ші әйелім бар, 4 әйелім, 5 әйелім бар дейді.
бірінші әйеліне тығылып барып неткен ол өмір емес деп ойлаймын. Жасырмай істеу керек қой бәрін. Ашықтан ашық, Ашық істеу керек, иә. Және бәріне қамқор болу керек. Бәрін бірдей істеу керек. Балаларына бәрі бірдей қалу керек. Солай бірінші әйелін ол бәрін білу керек, айту керек. Мен солай деп ойлаймын. Гүлжан апамыз хабардар. Бәрі хабардар, бәрі. Әке ретінде жалпы ұл-қыздарыңызға қандай тәрбие бердім деп айта аласыз? Кішкентайынан өзім барадым, өзім тамақ жасап беретінмін оларға. Қандай тамақтар жасап беруші едіңіз? Бәрін білемін мен. Қолыңыздан бәрі келеді, тамақ жасау? Бәрі келеді. Кез келген уақытта дайындай бересіз? Дайындай беремін, просто қазір соңғы кезде енді жас келдім бе, нетпеймін ғой. Енді аға, өмірде бәрі тамаша, бәрі керемет болған жоқ қой? Қиындығы да болды. Қиындығы болды, мен бәрі ойлайды ғой деп, мен осы уақытқа дейін бәрі айтады ғой, үлкен ағасы көмектесіп жатыр, бауыры көмектесіп жатыр деп. Мен айтып отырмын, қазір осы үлкен кісі де еститін шығар бұл бәрін. Мен ол кісіден осы уақытқа дейін бір жұмыс істеп көрген жоқпын. Мен ана жерде жұмыс істегім келеді деп. Басын жұмыс істесе фамилия да жетеді дейді ғой. Ары қарай өзім алып кеттім. Яғни сіз ағаңызға ауыртпалығымды түсіргем жоқ. Осы жерде бір ағам мен інінің арасындағы сыйластық. Ол кісі маған әкедей болып кетті ғой. Иә. Әкедей болып кетті. Ол кісі даже кел кезде үйге звондап, телефонды алып отырып, орнына тұрып кетемін мен. Қуанып кетесіз ғой. Иә, тұрып жүріп кетемін. Бір орында отырып сөйлесе алмаймын. Жұмысқа да звондап қалады, ат тұрмын орнына. Ол сыйласымдық деп ойлаймын, ол қорқандық емес, не емес, бауыр сыйласымдық. Қаншалықты жиі көрісіп тұрасыздар? Енді ол кісі елдің адамы. Жоқ, мен елдім деп жүрген жан. Өзі сағынып кетсем бара саламын мен. Кез келген уақытта. Өзі шақырып алады.